Болаттың алтын ордадағы дәуірі бітіп, енді тәуір жұмыс істейміз дегенде, кезекті дөкейлер лас ойынын бастап кетті. Бұл шабуылға шыдамаймыз деген саудагерлердің шырлы биліктің неге құлағына жетпейді. Еститін үкімет неліктен меңіреу. Деген мынау сұмдық қой. Это просто положай себе ужасно. Біз бұларды өліп кетсектен қабылдамаймыз. Біз көтерілеміз. Бүйтіп халықты үрейдіре қылмасын. Бұл қазір патшаға дейін типтір тілдері ше. О кісі біле ма, білмей ма, білмейді ғой. Сондықтан мен халыққа тыныштылықты тілеймін. Бір қызығы, жиналған жігіттердің ортасында бұрын осында жұмыс істеген адамдар да бар. Қазіргі басшылықтың кезінде асын ішкендер енді басына түспақ па. Шу шыққан базарға полиция келді, бірақ ши сындырмады. Бұл былықты тоқтатуға құзырлы орган неге мүдделі емес? Іс насырға шаппай тұрғанда билік осы жағдайды бір жақты қылар деп сенейік. Нақақтан нақақ жала жабылып, қазір қамауда отырған базардың атқарушы директоры да бостандыққа шығарды.